Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Алланың қалауымен бүгін 7 күнде тәжуид үйрен кітабын бастайтын боламыз. Тәжуид білу өте маңызды. Ибн Жазари деген ғалым кісі айтады. Құранды тәжуидсіз оққан адам күнәһар болады дейді. Неге? Себебі ол жерде мағына өзгеріп кетуі мүмкін. Тәжуид деген кезде бұл кітаптағы жазылған ережелері бар. Онымен қоса әрбір әріптің дұрыс дыбысталуы бар. Мысалы, айын деген әріп бар, хо деген әріп бар, ха деген әріп, ха деген әріп. Мысалы, осы әріптер дұрыс шығуы керек. Тәжуидтің ішіне осы да кіреді. Сондықтан бұл әріптерді біз енді мұғалім сәни кітабын оқыған адам, Құран әліппесін оқыған адам бұл әріптер дұрыстап меңгерді деп ойлаймыз. Енді кезекте тәжуид ережелері. Осы 7 сабақтан тұратын осы кітапты толық оқып шыққан адам, осы Алла қаласа 7 дәрісті толық тыңдап шыққан адам Алланың қалауымен тәжуид ілімін толық меңгерген болып есептеледі. Енді тәжуидте бірінші сабағымыз мәт деп аталады. Мәт. Жалпы мәт дегеніміз не? Мәт дегеніміз созу деген мағынаны білдіреді. Яғни созып дыбыстау деген сөз. Енді осы мәттің 6 түрі бар. Мәттің 6 түрі бар. Осы 6 мәтті бірінші өтеміз. Бүгінгі бірінші сабағымызда 3 мәттің түрін өтеміз. Бірінші мәттің түрі ол мәт табиғи деп аталады. Мәт табиғи деп аталады. Мәт әріптерінен ережені оқиық. Мәт әріптерінен, яғни мәт әріптері 3 әріп. Әлиф, вау, я әріпі. Осы 3 әріпті жаттап алуымыз керек. Бұлар харекетсіз келеді. Бұларда харекет болмайды. Демек, бұл әріптің алдындағы әріпті соз деген мағынаны білдіреді. Ережеге көшейік. Мәт әріптерінен, яғни әлиф, вау, яй, кейін хамза немесе сукун келмесе, онда ол мәт табиғи деп аталады. Ереже осы. Осы ережені жаттап алуымыз керек. Яғни, мәт әріптерінен кейін хамза немесе сукун келмесе, бұған біз мәт табиғи деп атаймыз. Енді созу мөлшеріне келейік. Қанша көлемде созамыз? 2 харакат мөлшерінде созу міндет дейді. Бұл мәттердің ішіндегі ең қысқа созу осы. Енді 2 харакат дегенді қалай түсінеміз? Бұны Айман Суайт Хафизахулла кітабында былай түсіндіреді. Қатарынан келген 2 әріпті дыбыстауға қажетті мерзім деген екен. Мысалы, бә, немесе бу, немесе би, қанша уақыт кетеді? Сол көлемде ғана созуымыз керек. Мысалға көшейік. Тәбә дейді. Ережеге салып көрейік. Ереже бойынша мәт әріпінен кейін хамза немесе сукун келмеу керек. Тәбә деген кезде мәт әріпінен қызылмен белгіленіп қойған әлиф әрпі тұр. Әлиф тұр. Әлифтен кейін сукун да келіп тұрған жоқ. Әлифтен кейін хамза да келіп тұрған жоқ. Онда бұл мәт табиғи деп аталады. Тәбә. Осындай қысқа көлемде ғана созамыз. Яғни бір әріпті 2 рет айтатын уақыт. Бә деген сияқты. Тәбә. Келесі, мысал, филу. Филу деген жерде мәт әріпінен яй әрпі тұр. Яй әрпінен кейін бір хамза немесе сукун көріп тұрған жоқпыз. Онда қысқа созамыз. Филу. Келесі мысалды оқып кете берейін. Хафизина. Яқулу. 3-ші әріпіміз бізде қандай әріп еді? Уау әрпі еді. Яқулу. Уау әрпі келіп тұр. Харекетсіз келіп тұр. Уау әрпінен кейін бір сукун немесе хамза көріп тұрған жоқпыз. Онда бұл мәт табиғи деп аталады. Яқулу. Ядуму. Илафихим. Енді қараңыздар, и деген жерде кішкентай бір яй әрпі тұр. Бұл Құранда осылай келеді. Кішкентай яй әрпі. Көбінесе ха әрпінен келеді. Лаху мысалы созу үшін. Илафихим. Тағы да тік сызық көріп тұрмыз. Бұл тік сызық қысқартылған әлиф деген сөз. Яғни созу үшін келеді. Илафихим. Рахманун. Хаза. Азизу. Адаму. Аллаху.
Енді мына нәрсені естен шығармайық. Аллах сөзі әрдайым созылып дыбысталады. Мысалы, Аллаху акбар деген сияқты. Аллаху, Аллахумма, залика, ләкин. Мына жерде бір ескерту жазған екенбіз. Ескерту. Құранда кейде уәу және я әріптері әлиф болып оқылады дейді. Яғни уәу я әріпі жазылады, бірақ ол әлиф болып оқылады. Және бұл әріптің үстіне кішкентай тік сызықша қойылады дейді. Мысалы, салатун. Бұны біз салауатун деп оқымаймыз. Неге? Уаудың үстінде тік сызық болғандығы үшін бұл әлифтің орнында тұр деген сөз. Сол үшін әрі созып дыбыстаймыз. Салатун деп. Закатун, сәжә, тәжәллә, әл-ә'лә, Муса, заккаха, сәуәха. Келесі мәттің түрі бізде мәт мұттасыл деп аталады. Енді бірінші ережені оқиық. Мәт әріптерінен, яғни әлиф ва уяй, оны жаттап алдық. Кейін хамза келіп, мұқият тыңдаңыздар, мәт әріпінен кейін хамза келіп, екеуі бір сөзде болса, онда ол мәт мұттасыл деп аталады. Бұл ережені астын сызып тұрып жаттап алуымыз керек. Созу мөлшеріне келейік. 4 немесе 5 харакат мөлшерінде созу міндет, яғни уәжіп. Бұны мәт табиғи сияқты қысқа созып қоюға болмайды. Осыған мұқият болу керек. Енді ережеге сай көрейік мысалдарды. Жа-ә. Мәт әрпі келіп тұр, әлиф көріп отырмыз. Мәт әрпінен кейін не келіп тұр? Ереже бойынша хамза келіп тұр, қараңыздар. Және де екеуі де бір сөзде тұр. Яғни мәт әрпі мен хамза екеуі екі бөлек сөзде тұрған жоқ, екеуі бірге қатарынан келіп тұр. Онда бұл мәт мұттасыл деп аталады. Бұны 4 немесе 5-ке созу міндет. Яғни 2 харакат дегенді жаңа түсіндірдік. 4 харакат немесе 5 харакат қанша уақыт екендігін біз білген болып есептелеміз. Келесі суу. Мәт әрпі уау әрпі келіп тұр. Уаудан кейін хамза келіп тұр. Демек, бұны ұзаққа созамыз. Бұл мәт мұттасыл деп аталады. Суу. Си-ә. Мәт әрпінен яй әрпі бар. Яйдан кейін не келіп тұр? Хамза келіп тұр. Сәуәун. Келесі соңғы бір мысалымыз. Уләика. Мына жерде у деп оқимыз, бірақ уаудың үстінде дөңгелек белгі бар. Бұл жерде уау оқылмайды, яғни бұны созып дыбысталмайды. Уләика. Бірден лә, уләика деп ләмді созамыз. Уләика. Тік сызық тұр. Бұл қысқартылған әлиф деген сөз. Онан кейін уләика дегенде не келіп тұр? И хамза келіп тұр. Демек, бұл мәт мұттасыл деп аталады екен. Уләика. Келесі мәттің түрі біз 6 мәт бар деп айттық. Біріншісі мәт табиғи, екіншісі мәт мұттасыл, үшіншісі мәт мұнфасыл. Енді қараңыздар, ережені оқып алайық. Мәт әріптерінен, яғни әлиф ва уяй кейін хамза келіп, екеуі екі сөзде болса, онда ол мәт мұттасыл, мұнфасыл деп аталады. Онда ол мәт мұнфасыл деп аталады. Демек, бұл мәт мұттасыл мен мәт мұнфасыл бір-біріне жақын негізінде. Тек біреу бір сөзде қатарынан келсе, мәт пен хамза, екіншісінде мәт пен хамза екеу, яғни мәт мұнфасылде мәт пен хамза екеуі екі бөлек сөзде келсе. Мысалға, енді созу мөлшеріне келейік. Созу мөлшері 2, 4 немесе 5 харакат мөлшерінде созу ұрықсат дейді. Яғни, қаласаңыз 2 харакат мөлшерінде созасыз, қаласаңыз 4, қаласаңыз 5 деген сөз. Яғни, мәт мұттасыл сияқты міндетті түрде 4 харакат мөлшерінде созу міндет емес деген сөз. Мысалға көшейік. Бима унзила. Енді қараңыздар, мәт әріп келіп тұр. Бимәде әлиф келіп тұр. Унзилада хамза келіп тұр. Бірақ бұл жерде бима деген бір сөз, унзила деген бөлек сөз. Екеуі екі бөлек сөзде келіп тұр екен.
Онда қаласаңыз бима унзила қысқа, қаласаңыз бима унзила деп ұзаққа созады екенсіз. Қалу әмәннә. Енді қалу деген кезде не келіп тұр? Уау әрпі келіп тұр, уаудан кейін хамза келіп тұр. Бірақ екеуі екі бөлек сөз. Қалу әмәннә. Келесі мысал. Вәсәқаху ахадун. Ху әрпінен кейін кішкентай уау әрпі келіп тұр, қарасаңыздар. Демек, уаудан кейін хамза келіп тұр, екеуі екі бөлек сөз. Вәсәқаху ахадун. Вәфи әнфусикум тубу илаллахи. Қосымша бір мағлұмат берейік. Ғұламалар Құран кәрімде мәт табиғиден артық созылатындығын білдіру мақсатында мәт әріпінің үстіне ирек белгісін қойып бекіткен дейді. Бұл бізге бір жеңілдік ретінде берілген нәрсе. Яғни ирек сызық тұрса, бұл ұзаққа соз дегенді білдіреді. Яғни мәт табиғи емес деген сөз. Әлбетте бұл мәт мұнфасылды қаласаңыз 2-ке, қаласаңыз 4-ке, 5-ке соза бересіз. Бірақ жақсы, абзалы 4-5-ке созған жақсы. Яғни мәт табиғиден басқасына ұзақ созатындығын білдіру үшін ирек сызық қойылған екен. Бұл бізге бір жеңілдік ретінде. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.